айтулы дода басталды. Дәл осы додаға еліміздің түкпір-түкпірінен 450-ге жуық балуан дәл осы боз кілемде бақ сынасатын болады. Дәл осы Тобыл-Торғай топырағындағы алғашқы республикалық турнир өзінің шымылдығын ашқан сәт. Бірінші күн боз кілеммен беттескен балуандар үшін алғашқы сынақ. Әр қимыл көп жылғы дайындықтың жемісі, әр айла тәсіл шеберліктің шыңы. Белдескен әр боз бала тек өз өңірінің емес, ұлт намысының қорғаушысы. Тобыл-Торғай өнері осы спорт түрінен, ұлттық спорт түрінен алдыңғы қатарда болуда. Былтыр өткен ел біріншілігінде ересектер арасында біздің спортшыларымыз екінші орынға алдыңғы қатарда түспейді. Сол себепті де біздер осындай шараны өткізуге ұсыныс түсті. Біз сондықтан қолдап отырмыз. Енді бүгінгі сайыста тек қана жас мықтылар жеңіске жетсін. Балуан тек күш иесі емес, ол тәртіптің адамы. Ол шыдамның шебері. Ол қарсыласын құрметтеп, өзінде биік ұстай білетін рух иесі. Күрес залы бұл жаттығу алаңы емес. Ол мінез шыңдалатын, төзім мен намыс сыналатын мекен. Жас балуан үшін әр белдесу өзін жеңу жолындағы бір сәт. Дәл осы боз кілемде біздің қатысушыларымыздың финалдық белдесуі басталды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біздің қыздарымыз орта дәрежелі салмақта күресіп жатыр. Бүгінгі финал қиын болды, бірақ ұтуға жеңіске жетуге мен тырыстым, бар күшімді салдым. Амангелді ағайымның үмітін ақтадым деген үміттемін. Қатты қуаныштымын. Көптен күткен қола деуге болады. Сол ағайларыма рахмет, Абыл ағай, Алшер ағай және қазақша күресінің ағайларына мұнда бір рахмет. Аллаға шүкір, жүзден жоғары салмаққа жеңімпаз атандым. Бапкерлеріме рахмет. Қазақ күресі тек спорт емес, бұл ата-бабадан қалған асыл мұра. Бүгін Қостанай төрінде белдескен жас балуандардың әр қадамы ұлттың рухтың тірі көрінісі. Олар тек жеңіс үшін емес, намыс үшін күресті. Боз кілемде белдескен ауыр салмақтағы балуандардың нағыз ерлік пен ерлікке толы сәттеріне куә болдық. Бірі жеңді, бірі жол берді. Бірақ бәрі де өсті, шыңдалды, жетілді. Қарапайым күрестің артында тұтас бір ұлттың болмысы, жігері, қайсарлығы жатады. Осындай рухты ұрпақ барда қазақ күресінің де, қазақ елінің де болашағы кемел болмақ. Бұл жай чемпионат емес, бұл тарихтың жалғасы, бұл ұлттың ұлы сапарының кезекті белесі.